Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы Сазкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Азан шақырып қойған аты Әбіл Мағжан. Атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім. Гүлсім Қызылжарда тұратын Керей Әшірбек деген саудагердің қызы. Мағжан бойындағы серілік, ақындық қасиеттер әкеден болса, жүрегінің жұмсақтығы, нәзіктігі, жұлдыз достыққа қалыпсыздығы, жұртқа қайырлылығы осы шешесінен деседі. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы нөмірі 1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтардың азаттығы жолында күрескен Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Бүкіл бір ұлтты бір арнаға ұйытатын әйгілі «Мен жастарға сенемін» атты өлеңі қазіргі таңда бәрі білгелі анық. Өлеңдегі өміршең қуат пен өшпес жалын жас ұрпаққа рухани күш беріп, қазіргі таңда өмірлік ұранға айналды десек болады. Мағжан Жұмабаев алғашқы өлеңінен бастап әлеуметтік тақырыпқа ден қойып, өзінің өлеңдерінде ағартушылық, ұлт-азаттық, демократияшыл бағытты ұстанды. Жұмабайұлы ел ішіндегі әлеуметтік мәселелерді көтерген туралы шын сорлы өлеңде айтылған, және халықты өнер білімге шақырған туралы ләззат қайда, жазғы таң, өнер білім қайтсе табылар, қарағым, қазағым, осы күнгі күй, мен сорлы атты өлеңдерінде айтылған болатын. Мағжан Жұмабаевтың бір қатар өлеңі махаббат тақырыбына арналған. Жас келін, зарлы сұлу, алданған сұлу, сүйгеніме және тағы басқалары. Ақынның философиялық көзқарасы өз өлеңдерінде жақсылық пен жамандық, әділдік пен әділетсіздік тәрізді қарама қайшылықты философиялық ұғымдарды шебер шендестіре білуінен байқалады. Ол дүниені бір тұтас құбылыс ретінде алып, адамды сол ұлы жаратылыстың бір бөлігі, туындысы ретінде суреттейді.